Бір күні таңертең кішкентай тастай Грей жердің терең қабатында ояныпты. Айналасы ыстық әрі тар еді. Себебі ол литосферада, яғни жердің қатты қабығында өмір сүретін. Мұнда миллиондаған жылдар бойы жиналған тастар, минералдар мен магма бірге тыныстайтын. Грей күн сәулесін көргісі келді. Ол жоғарыда не бар екенін елестетіп армандайтын. Оның достары ұсақ құм мен жұмсақ саз оған сенбей күлді. «Саған қайдағы жарық? Біз жердің астындамыз ғой, бұл жерден ешкім шықпайды», деді олар. Бірақ Грей үмітін үзбеді. Ол әрбір дірілді, әрбір дыбысты мұқият тыңдайтын. Бір күні жер баяу дірілдей бастады. Алдымен әлсіз, кейін барған сайын күшейе түсті. Тастар бір-біріне соғылып, магма қайнай бастады. «Бұл литосфералық плиталардың қозғалысы», деді жанында жатқан ақсақал малтатас. «Олар бір-бірімен соқтығысып жатыр. Бұл жанартауларды тудырады», деді. Кенеттен гүрс ете түсті. Жер қақ айырылды. Қайнаған магма жоғары атқылап, Грей мен басқа тастарды өзімен бірге алып шықты. Аспанға от пен түтін көтерілді. Осылайша жаңа вулкан пайда болды. Грей алғаш рет көгілдір аспанды, аппақ бұлттарды, алыста созылған таулар мен жарқыраған теңізді көрді. «Мұның бәрі де литосфераның бөлігі ме?» деп сұрады. «Я», деп жауап берді. «Менің таулардың қалай туғанын